Дәрігер парацетамолды жиі ішудің қаупін айтты. Парацетамолдың ең жоғары тәуліктік дозасын асыру, яғни 4 граммнан көп ішу дәрілік гепатиттің дамуына әкелуі мүмкін. Нұсқаулықта максимал тәуліктік доза және қандай аралықта, яғни 4-6 сағаттан кейін ішу керегі көрсетілген. Бұл дегеніміз 4 грамм, былай алып қарасақ күніне 4 таблетка ішуге болады. Бірақ көбі дозаны асырып жібереді, өйткені олар парацетамолдың үлесін санамайды. Оны санау керек, себебі ол ұнтақтарға, колдрекске, ринзаға қосылады. Олардың құрамында парацетамол мөлшері 500 мг-ға дейін болуы мүмкін. Егер сіз күнделікті 4 грамм мөлшерінен асып кетсеңіз, бауырыңызға зиян келеді, өйткені бізде барлық препарат сол жерде ыдырайды. Ал парацетамол жалпы дәрілік гепатиттерден әлем чемпионы. Видео ұнаса арнама тіркеліп өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.